кәдімгі үйде тұрған духовканың көмегімен ақ тауықтан осындай өте дәмді шашлык жасасаңыздар болады. Арасының барлығы жақсылап пісіп, өте дәмді болып шығады. Тауығымызды алып, жуып, бөлшектерге бөліп аламыз. Үстіне туралған жуамызды, тұзымызды, бұрышымызды, паприка, перец, чесногымызды және кетчуп, майонезімізді салып, және шашлыкке арналған специяны қосып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Бетін жауып, холодильникке 1 түнге немесе кем дегенде 3 сағатқа маринадтап қоятын боламыз. Маринадталып болған тауықтарымызды алып, осындай шпажкаға қадап, қызып тұрған 180 градус пеште 40-45 минутта пісіріп аласыздар. Дәмі өте дәмді болып шығады. Жасап жеп көріңіздер және маған отзыв қалдырып кетіңіздер, қалай шыққанын, және сіздер қалай маринадтайсыздар, соны да ұмытпай жаза кетіңіздер. Ал баршаңызға ас болсын.